Түсірілім залы. Түсірілім топтары түсірілім үшін орманға келеді. Олар қорқынышты фильм түсіруде. Солай олар бастап кетті. Елестің рөлін ойнайтын Анна түсірілім кезінде адасып кетеді. Ал операторлар оны таппай қалады. Бәрі оны іздеуге шығады. Түн болды. Оны әлі таппай жатыр. Айқайлап та көрді. Сол кезде олар бір қызды көреді. Анна деп айтқанда ол үндемей жандарынан өтіп кетеді. Бәрі аң-таң болды. Артынан жүгіреді. Анна жоқ болып кетеді. Олар түсінбей үйге кіріп кетті. Олар ұйқыға кетеді. Сол кезде қыздың айқайлаған дауысы шығады. Олар оянып кетіп, Анна деп ойлап далаға шығады. Сөйтсе ол Аннаның өзі екен. Ал түсірілім тобы ашуланып, неге олай жасағанын сұрайды. Ал ол мен емес деп жауап береді. Және артынан өзінің образындағы бір қыз қуғанын айтады. Олардың бойын үрей билей бастады. Тездетіп бұл жерден кетеді. Сөйтсе бұл жер қарық сатқан жер екен. Қайтыс болған қыздың денесі әлі танылмаған. Тек қыздың елесі жүр.